Сәлеметсіздер ме, құрметті қызылордалықтар. Биылғы жылы қаламызда облыс әкімінің қолдауымен бірқатар ауқымды жобалар жүзеге асуда. Оның ішінде қосалқы электр станциялары мен электр желілерін жаңарту шаралары да бар. Нақтыласақ, осы жылға тозығы жеткен электр желілерін ауыстыру үшін республикалық бюджеттен 1,5 миллиард теңге қаржы бөлініп, оған 136,2 шақырымды құрайтын электр желілері жаңғыртылуда. Қазір менің қасымда Ерболат Каленов, қалалық электр тораптары басқармасының директоры. Жаңа электр желілері қай аумақтарда жүргізілді? Жалпы Крэг акционерлік қоғамының 2023 жылға жоспарланған жоспары бойынша күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары қаланың 3 аумағында Қызылжарма, Тасбөгет және орталық аудандық электр тораптарында жөндеу жұмыстары толығымен аяқталды. Қазіргі таңда мынау ФЭО бағдарламасы деген бағдарлама бойынша 21 шақырым кабель желілері 10 киловольттық және 11 шақырым 0,4 киловольттық кабель желілерін жаңарту жұмыстары аяқталуға жақын қалды. Ол кабель желілері орталық аудандық электр торабының территориясында және Қызылжарма аудандық электр торабының аумағында жүргізілді. Электр желілерін қанша пайызын жаңартып үлгерді? Келер жылға жоспар қандай? 2023 жылға электр желілерінің тозу деңгейі 68% болған. Осы биылға жүргізілген жұмыстар себебінен тозу деңгейі 2-3%-ға төмендейді. Келер жылға жалпы Крэг акционерлік қоғамының 2026 жылға дейін жоспарланған инвестициялық бағдарламасы аясында келер жылға 28 шақырым электр желілерін қайта жаңғырту жұмыстары жоспарлануда. Жауын-шашынды күндері кейде электр желілерінде жиі ақау орын алып жатады, оны сіздер қалай анықтайсыздар? Жалпы қалада 3 авариялық диспетчерлік басқару орталығы бар. Орталық аудандық электр торабы, Қызылжарма және Тасбөгет аудандық электр торабы. 3 торапта өздерінің авариялық бригадалы бар, 24 сағат диспетчерлік басқару пункттері бар. Ол жақта орталықта аварийный жағдай телефоны 23 56 43, Қызылжарма ауданында 25 48 50, Тасбөгет ауданы бойынша 21 50 05 телефондарына 24 сағат бойы жалпы кез келген аварияның түрінен қоңырау түссе, жедел әрекет ету шаралары жүргізіледі. Сосын мына жауын-шашын деп айттыңыз, жаңа жауын-шашынның кесірінен былтырғы жылы бізде қалада шамалы апаттық жағдайлар орын алды. Облыс әкімшіліктің бюджет есебінен биылға қаржы бөлініп, сол ақау болған қосалқы станцияларда 35 данасын жаңа заманауи КТПБ деген трансформатор қосалқы станцияға ауыстырып, қазір барлығы қосылып жұмыста тұр. 27 дана кірпіштен қаланған ескі қосалқы станцияларға толық күрделі жөндеу өткізілді. Шатыры, жан-жағы қоршалып, бетондалып, мынау жауын-шашынның өтіп кетпеуін алдын алу, сол былтырғы мәселе болған қосалқы станцияларда жөндеу жұмыстары жүргізілді. Енді биылға жаңбыр жауын-шашыннан сөнбейді деп сендіріп отырмыз. Ақпараттық түсіндірмеңізге рахмет. Құрметті көрермен, сіздермен болған Әсел Жұмабек, жағымды жаңалықтарымыз көп болғай.